Бұрынғы өткен заманда бір қыз болыпты. Анасы оны жақсы көреді екен. Әжесінің ең сүйікті немересі еді. Бірде әжесі немересінің туған күніне қызыл телпек сыйлапты. Қыз әжесінің сыйлығын басынан тастамай киіп жүреді екен. Содан бері көршілер кішкентай қызды қызыл телпек деп атап кетіпті. Бір күні анасы бәліш пісіріп, қызына: «Қызым, мына бәлішті әжеңе апарып, қал жағдайын біліп қайтшы». «Жарайды, анашым, апарып келейін». Қызыл телпек бәліш салынған себетті алып, әжесіне барады. Оған әжесі тұратын ауылға жету үшін орман арқылы өтуге тура келеді. Қызыл телпек орманда жалғыз жүрудің қаншалықты қауіпті екенін білмеді. Сондықтан ол өлең айтып, гүл теріп, асықпай жүрді. Бір кезде орманның ішімен келе жатқан қыздың алдынан бір қасқыр шығады. «Қызыл телпек, сен қайда бара жатырсың?» деп сұрайды қызды жегісі келген қасқыр. «Мен әжемнің үйіне бара жатырмын. Оған анамның пісірген бәлішін апара жатырмын». «Ал әжең қайда тұрады?» «Ол орманның ар жағындағы ауылда, ауылдың шетіндегі дерменнің жанындағы бірінші үйде тұрады». деп қызыл телпек қасқырға әжесінің тұратын жерін дәл айтып береді. Бұл кезде жақын маңда отыншылар ағаш кесіп жатқан болатын. Қасқыр сол отыншылардың даусын естіп, қызға тиіспейді. Қызыл телпектің әжесінің тұратын жерін біліп алған ол алдымен әжесін жемек болады. «Жарайды, мен де сенімен бірге сол ауылға барып, әжеңнің жағдайын сұрап қайтайын. Кел, екеуміз жарысайық. Әжеңе қайсымыз бірінші жетер екенбіз. Сен мына жолмен бар, ал мен мына жолмен жүрейін», деп қасқыр өзіне ауылға тез баратын жолды таңдап алды. Ал қыз болса ұзақ жүретін жолға түседі. Ол жол-жөнекей асықпай гүл теріп барады. Ал қасқыр алды-артына қарамай әжесінің үйіне тез жетеді. Деп есікті қақты қасқыр. «Бұл кім?» деп сұрайды әжесі. Қасқыр дауысын жіңішкертіп: «Әже, бұл мен ғой, немере қызың, қызыл телпек. Мен сізге қонаққа келдім. Апамның пісірген бәлішін әкелдім». Бұл кезде төсек тартып ауырып жатқан әжей шынымен немересі келген екен деп: «Айналайын қызым, тұтқаның жанындағы жіпті тартсаң, есік ашылады», дейді дауыстап. Қасқыр жіпті тартып қалады. Сол кезде есік ашылады. 3 күн аш жүрген қасқыр баса көктеп кіріп келеді. Ашқарақтанып бірден әжейді бас салады да бүтіндей жұтып жеп қояды. Содан есікті жауып, басына әжейдің қалпағын киіп, көзіне көзілдірігін тағып, төсегіне жатып, қыздың келуін күтеді. Сәлден соң есікті қызыл телпек қағады. «Бұл кім?» дейді жуан дауыспен тойып алған қасқыр. Қыз гүрілдеген дауысты естіп қорқып кетеді. Артынша әжеме суық тиіп, дауысы судан өзгерген болар деп ойлайды. «Бұл мен, сіздің немереңіз қызыл телпекпін. Мені анам жіберді. Сізге тәтті бәліш әкелдім». Қасқыр дауысын жіңішкертіп: «Тұтқаның жанындағы жіпті тарта ғой, қызым, сонда есік ашылады». Қыз жіпті тартады. Есік ашылып үйге кіреді. Көрпемен бүркеніп жатқан қасқыр оған: «Қызым, себетті үстелдің үстіне қойып, өзің менің жаныма кел». Қызыл телпек бәлішті үстелдің үстіне қойып, қасқырдың жанына жақындайды. «Жолдан шаршаған боларсың, қасыма келіп жата ғой», дейді қасқыр. Әжем деп ойлаған қызыл телпек қасқырдың жанына жатады. «Әже, сіздің қолыңыз неге үлкен?» «Сені қатты құшағыма басу үшін, қызым». «Әже, құлағыңыз неге сондай үлкен?» «Сені жақсы есту үшін, қызым».
Әже, көзіңіз неге үлкен? Сені жақсы көру үшін, қызым. Әже, тісіңіз неге сондай үлкен? Сені тезірек жеу үшін, қызым-ау. Деп қасқыр қызыл телпекті жеп қояды. Үйдің алдында орнынан қозғала алмай жатқан қасқырды көрген отыншы, оның қампиған қарнына қарап, не болғанын бірден түсіне қояды. Отыншы жыртқышты ұстап алып, қарнын жарып жібереді. Қасқырдың ішінен қызыл телпек пен әжесі дін аман шығады. Отыншы қасқырдың қарнын қайта тігіп, бос қоя береді. Осымен қызықты ертегіміз аяқталды, балалар. Каналға тіркеліп, лайк басып қой.